Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазыла отырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Мен бүгін сіздермен краб таяқшаларынан жасалынатын екі салаттың рецептісімен сіздермен бөліскім келеді. Өте нәзік, өте дәмді шығатын, балаларда жейтін, бүкіл қонақтарға да ұнайтын, өте сондай нәзік салат болады. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Бізге бірінші туралған ас көгіміз жұмыртқа, кукуруз, краб палочкілері, краб таяқшалары және сыр. Кез келген өзіңіз қалайтын ұнататын сырды пайдаланасыздар. Ең бірінші мен осындай кольца кигіздім, дөңгелек тегіс болып шығу үшін. Кукурузымызды саламыз, жүгерімізді, консервированный кукурузымызды, яғни жүгерімізді саламыз. Үстіне мен майонезді кондитерлік пакетке салып, үшін сәл ғана тесіп, жіңішкелеп салып шықтым. Одан кейін екінші үстіне слойы краб таяқшаларын саламын. Краб таяқшаларын салып, кішкене тегістеп, жан жақтарына тегістеп жіберіп, майонезімді салып шығамын. Одан кейін кішкентай ғана туралған аскөктерімді саламын. Тағы да майонез, жұмыртқа, тегістеп жан-жағына жеткізіп жіберіп, майонезімді сеуіп шығып, краб таяқшаларын салып шығамын. Тағы да майонезімді жұқалап сеуіп шығып, сырымды саламын. Сыр өздеріңізге ұнайтын кез келген сырды пайдалана бересіздер. Дәмі қандай сыр сіздерге ұнайды, сол сырды сала беруге болады. Міне біздің салатымыз дайын болды. Сыртындағы кольцасын аламын. Осындай әдемі, нәзік, өте дәмді салат шығады. Ұялмай қонаққа ұсына аласыздар. Және екінші салатымыз, оған бізге керек болады краб палочкілері, 2 картоп және 2 жұмыртқа. Құрамы өте қолжетімді, кез келген тоңазытқан табылатын. Суға піскен картопымызды теркінің үлкен көзінен өткізіп, қолмен сәл тегістеп жібереміз. Және майонезді жаңағыдай кондитерлік мүшекке салып, үстіне салып шығамын. Содан кейін краб таяқшаларын саламын. Тегістеп, жан-жағына бәрін жеткіземін де, қайтадан майонез сеуіп шығамын да, жұмыртқаны үкіштен өткізе қоямыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болып қалды. Бетіне де құрғақ болып қалмау үшін майонез салып жібереміз тағы да бір қайталап. Сосын әдемілік үшін мен жаңа салаттан қалған аскөгімді бетіне сеуіп жіберемін. Сіздер сеппесеңіздер де болады, ұнатпасаңыздар. Ол салаттың дәмі үшін оншалықты маңызды емес. Міне бұл екінші салатымыз да дайын болды. Қазір кольцасын алып тастаймын сыртындағы. Міне бұл да осындай жеңіл, нәзік салат болды. Рахмет сіздерге. Маған лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Мен барлық сұрақтарыңызға жауап беремін.